Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәл ресторандағыдай болып шығатын мясо по-тайски тағамын дайындайтын боламыз. Бұл тағам өте дәмді болады, оңай әрі тез дайындалады. Барлық өнімдерді осылай дайындап аламыз. Кез келген етті пайдалансаңыз болады. Мен мұнда сиыр етін пайдаландым. Етті осылай жұқалап, жапырақтап тураймыз. Себебі бұл тез пісетін тағам болғандықтан жіңішке болуы керек. Етіміз дайын болған соң қазанды отқа қойып, бір шай кесе сұйық май құямыз да қыздырып, етті қуыруға кірісеміз. Жақсылап қуырамыз. Етіміздің екі беті толықтай қызарғанша үзбей араластырып отырып қуыратын боламыз. Еттің өзінің суы бөлінеді, яғни сөлі бөлінеді. Оған дейін етімізді үзбей қуыруымыз керек. Міне көріп отырғандарыңыздай етіміздің суы бөлінді. Енді осы су толықтай тартылғанша отта қалдырамыз. Оған дейін көкөністерімізді дайындай беретін боламыз. Ең алдымен пиязды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай ірі бөлшектерге бөліп шығасыздар. Менің пияздарым орташа көлемді болғандықтан мен 4-ке бөліп шықтым. Егер де сіздердің пияздарыңыз үлкен көлемді болса, 6-ға бөлсеңіздер болады. Тәтті бұрышты да осылай көріп тұрғандарыңыздай көбіктеп бөлсеңіздер болады. Көкөністеріміз қатты кіші болмағаны жақсы, өйткені піскенде езіліп әдемі емес болуы мүмкін. Бұл тағамды әркім өз қалауынша жасайды, қияр қоспасаңыз да болады. Егер қосатын болсаңыз, осындай ұзын бірнеше бөліктерге бөлеміз. Етіміз әдемі болып қуырылып жатыр, байқасаңыздар суы тартылды. Осы уақытта пиязымызды салатын боламыз. Және жарты шай қасық тұз саламыз. Тұзды барынша абайлап қосқан жақсы, өйткені соевый соустың өзі де дәмді болып келеді. Лавр жапырағын салып, жарты кесе су құямыз да отты баяулатып 20 минутқа қалдырамыз. Су құйған себебіміз етіміз жұмсарып жақсы піседі. 20 минут өткен соң ұзынша болып туралған қиярымызды қосамыз да тағы да 1-2 минут қуыратын боламыз. Содан соң тәтті болгар бұрыш мен сарымсақты саламыз да тағы да араластыратын боламыз. 1-2 минут қуырып, 5 ас қасық соевый соусымызды құятын боламыз. Бұл көкөністерді міндетті түрде тағам дайын боларда ғана салуымыз керек, өйткені тағамымыз езіліп әдемі емес болып қалады. Баяу отта 5-10 минутқа қалдырамыз. Біздің етіміз дайын болды. Енді гарнирге кірісетін боламыз. Бұл тағамға кез келген гарнирді дайындасаңыз болады. Біз шашыраңқы күріш дайындайтын боламыз. Ең алдымен күрішті 10-15 минутқа салқын суда тұз салып қоюымыз керек. Күрішімізді 3-4 рет жуып аламыз. Ыдысымызға жарты кесе сұйық май құйып, жақсылап қыздырып аламыз да күрішімізді үзбей араластыра отырып қуырамыз. 1,5 қасық тұз саламыз да қайнап тұрған суымызды 1 сантиметрдей асырып құямыз. Отты баяулатып 15-20 минутқа қалдырамыз. Міне шашыраңқы күрішіміз дайын болды. Жабыспай, жұмсақ, шашырап, дәмді болып шықты. Дайын болған күрішімізді осылай кесеге салып, формаға келтіріп, әдемілеп тарелкеге салатын боламыз. Күріштің жан-жағына дайын болған етімізді салып шығамыз. Етіміз құрғақ болмас үшін осылай сұйығынан да құямыз. Тағамымыз жылдам әрі дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар.